Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен құйрық майдың дайындалу әдісімен бөліскелі отырмын. Құйрық майдың өте адамның ағзасына пайдалы екенін білесіздер. Міне құйрық майды аламыз. Бұған керекті нәрселеріміз чеснок, қызыл бұрыш, паприка, базилик және тұз. Үкіштен үгітіліп алынған чесноктың үстіне тұзымызды саламыз. Тұздың үстіне қызыл бұрышымызды қосамыз. Суреттегідей қызыл бұрыштың үстіне паприкамызды қосамыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Әбден базиликті қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Базиликтің өзінің бір ерекше дәмі бар. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып қоямыз. Содан құйрық майдың, мен мына бір қойдың құйрық майының тура тең жартысын алып, соны жасадым. Тең жартысын алдым да өлшеп көрдім, қанша болады екен деп. Өлшеп едім, тура 1 килограмм болды. Сонда аздаған кішірек тоқтының құйрық майы 2 килограмм болады екен. Тура 1 килограмм болды. Сол 1 килограмм құйрық майды жақсылап турап, ұзыншалап турадым да, маринатымыз жақсылап сіңетіндей болсын деп. Арғарата видеодағыдай жасайсыздар. Әбден сіңу керек. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды. Және қоңыраушаны бассаңыздар, үнемі менің рецептім шығып тұрады. Бұл құйрық май туралы айтатын болсақ, бұл құйрық майдың құрамында негізі холестерин жоқ. Дәрігерлер де бәрі дәлелденген. Сондықтан холестерині жоқ нәрсені жеген, әсіресе бұл құйрық май өкпеге жақсы. Өкпеге жақсы болады, ағзаға тез сіңеді екен. Бұның пайдасы ағзаға өте зор. Сондықтан да ортасында осындай маринатталған құйрық майды жеп тұрсаңыздар, бір жағынан тіске басар, екінші жағынан ағзаңызға витамин, тәп-тәуір тамақтың бір түрі. Осылай әбден жақсылап тұрып жағып, мен чеснокты, үйдің чесногі көбірек қостым. Бұрышты соншалықты көп қоссаңыздар да болады. Осылай ғып әбден жағып, бетін мешочкпен, целлофановый мешочкпен жауып, 2-3 сағатқа үй температурасында қойып қойдым. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, маринаттымыз дайын болды. Бетін жауып қойып қоямыз. Уақыты өткеннен кейін әлгіні алып, міне 3,5 сағат өтті менде, алып фольгаға әрбіреуін жақсылап ораймыз. Екі жағын әбден жақсылап тұйықтап ораймыз. Пісірген кезде су кіріп кетпейтіндей. Жақсылап отырып орап. Құйрық май дегеніміз негізі қазаққа тән тамақтардың бірі ғой.
Біздің ағзамыз осыны жесе, бәрібір жегіміз келіп тұрады ғой. Өте дәмді болып шығады осылай жасасаңыздар. Осылайша бәрін орап болып, қайнап жатқан ыстық суға міне саламын. Қайнап жатқан ыстық суға салып, 30 минут, мен 35 минут ұсталынып қалды. Негізі 30 минут, 35 минут қайнатып шығардым. Қатты қайнап жатқанын басып қойдым да, аздап қайнап бүлкілдеп жатты. 35 минут қайнатып, міне алдым. Енді сіздерге әбден суығаннан кейін турап көрсететін боламын. Міне сыртқы қабаттарын алып, сосын мен сізге айта кетейін дегенім, сіздерге жаймен фольга деп айтып қойдым. Кешірерсіздер, фольгаға орамаймыз, пищевая пленкаға ораймыз. Сосын мен міне 1-2 штугын паприкаға аунаттым. Сол сырты паприкамен сыртын әдемі болып тұру үшін, және бір дәм де болады. 1-2 паприкаға аунаттым, қалғанын аунатқан жоқпын. Солай істесеңіздер де болады. Солға қойғанда паприкамен түрі әдемі болып тұрады. Міне біреу паприкамен, біреу паприкасыз, сіздерге көрсету үшін мен солай істедім. Енді жұқалап турап тұраймыз. Мынау әбден суығаннан кейін мен турап жатқаным. Иісі керемет болып шықты. Осылай істеуге де мен сіздерге кеңес беремін. Сіздермен болған Алтынай. Назарларыңызға рахмет. Осы менің каналыма тіркеліп, лайк басып, менің видеоларымды үнемі үзбей көріп отыруларыңызға көріп отырсаңыздар, әрине рахметімді айтамын. Назарларыңызға рахмет.